Қазақ халқы жер сілкінісінің боларын байырғы замандағы табиғаттағы түрлі құбылыстар арқылы дәл болжаған. Қорадағы төрттіліктің тыныс тіршілігін бақылап, ауа райын жорамалдаған халқымыз қауіп-қатерді жәндіктердің жаппай жер бетіне шығуынан да сезген. Ата-бабамыз табиғи апатты алдын ала анықтаудың тағы қандай жолдарын білген? Әріптесім толығырақ айтып берсін. Зілзаланың жақындағанын, жануарлардың қимыл қозғалысына қарап білуге болатынын Еуропа зерттеушілері осыдан бірнеше жыл бұрын дәлелдеген. Енді сейсмологтар жер қатпарларындағы өзгерістерді жан-жануарларды бақылау орталықтар арқылы болжап отырады. Жақында бұндай орталықтар елімізде де іске қосылды. На территории Алматинского прогностического полигона. Алматы облысының болжау полигонының аумағында жануарлар ұсталатын 5 биостационар бар. Оларды бақылау тәулік бойы жүргізіледі. Әрі арнайы жабдықтармен автоматтандырылған аспаптарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Біздің басты міндетіміз жануарлардың мінез-құлықтарын бақылау арқылы жер сілкінісі туралы болжам жасау. Ал тарихшылар ата-бабамыз табиғи апаттардың боларын заманауи техникасыз-ақ болжағанын айтады. Мәселен, жыландардың аязға қарамастан жер бетіне шығуын халқымыз жылан көшті деп атап, жер сілкінісі туралы алдын ала білген. Тышқандар жердің бетіне шығады. Мысық болса үйде тыным таппай жаңағы басқа мінез көрсетеді. Есікке қарай жүгіріп, болмаса сырмақтарды түтіп, адамның жең балағын тырмалап осындай әрекеттер көрсетеді. Арқар, киек, құлан сияқты аңдар да жер аударып кетеді. Жер аударып кетсе, не қатты қыс болады, не жер сілкінеді, әйтеу бір апат болады деп болжап, бұрынғы есепшілер, бұрынғы көнегөз қариялар болатын апаттың алдын ала ұқтырып отырған. Табиғаттың тілін түсінген халқымыз ауа райын жүгірген аңның ізінен, ұшқан құстың биіктігінен ғана емес, судың ағысынан да аңғарып отырған екен. Көшкін түсу мүмкін, жер қозғалғаннан кейін. Анау судың ағысы өзгеріп кетуі мүмкін, топан су қаптап кетуі мүмкін. Сондықтан қайт дегенде шама келсе жазықтарға қарай қоныс аударады. Біздің халықтар, енді көшпелі халықтар сол арқылы жердің сілкінісін бұлар алдын ала болжап отырған. Ал бүгінде отандық сейсмологтар халық қазынасына айналған осындай тәсілді заманауи жағдайда пайдаланып келеді. Мәселен, жақында Алматы, Жамбыл, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарында 5 цифрлық сейсмостанция орнатылды. Енді еліміздегі институтты сейсмикалық технологиялардың орталығына айналдыру жоспарланып отыр. Жанел Нұрболатқызы, Жандос Сұлтанғазы, Жібек жолы.